Ал достар, дәл қазір біз қап-қараңғы қай жерде десеңіздер, Зухра екеуміз пещераның ішіндеміз. Қорқынышты ештеңе көрініп тұрған жоқ, если честно. Қара түнек. Соны қасымызда. Акула болуы Скат. Ана киноларға білесің ба, спуск деген осындайдың ішіне кіреді да, соң қап-қараңғы бірдеңелер стенамен өрмелейді ғой. Иә. Соң біреусі келіп кетші. Классно, честно, мына жерге қазір біз жаңағы сіздер көрген скаланың ішіне кіріп келе жатырмыз. Өте үңгірдің қап-қараңғы канояның ішімен жүзіп келе жатырмыз. Артымызда біздің водитель. Мама, я не могу, еще қап-қараңғына үңгірдің келе жатқан. Былай қарап отырайыншы, мен жарығырақ болады шығар бетім деп жатқаным ғой, үміттеніп. Иә, спушка қостым. Қараңыздардан төбесін. Мынау судың ішінде болған ғой кезінде, қазір судың деңгейі түскеннен кейін. Көрдіңіз ба, іштері қандай? Мына қараңыздар. Қап-қараңғы жермен келе жатырмыз осылай. Короче, осындай әдемі островта, осындай каноямен жүздік. Анау ненің ішіне, пещераның ішіне кірдік. Күн өте қатты ыстық, бағана жаңбыр жауып, прям күн пасмурно болып тұрады. Бүгін күн сразу бір где-то аз уақыттың ішінде күн жарқырап шыға келді. Мынаны қарасаңыздар, шынау деген түгел тас қой. Бір дәу үлкен тас судың ортасынан шығып тұрған. И примерно мына жерге дейін су болған ау деймін деп ойладым мен, примерно қарапшы. Ал біз Хонг деген островқа келдік. Қазір қай жаққа баратқанын білмейміз. Әйтеуір күннің астында бұжып отырмын. Мына хотя Зухрада шляпа бар, бетін жауып. Мен ағып жатырмын, ағып. Еще уже бесіншісін beautiful қарым іште прикол ұстап жатыр ма деп ше. Ой, Зухрада сұрақ қойдым, точно түрің нормально тұр ма деп ше. Жай шама бұларға қайта каждый келіп айтып жатыр деймін да. Сен нормально деп айтып білмеймін. Тайландтың жігіттерінің барлығы ақботаға ғашық болып жатыр, шетінен су жатыр ғой. Осы жақтың мисс болып тұрдың ше. Содан ғой мен келе беретін деп ше. Әдемілігі деймін да, судың ортасында осындай кішігірім тастан жасалған остров. Бұл жаққа енді төбесіне шығу мүмкін емес, өйткені бұл өте биік скалалар ғой. Вот. Керемет әдемілікті өз көзімізбен көріп, прям рахаттанып жатырмыз. Қараңыздар, ботаның көйлегі и атты қараңыздар, прям күшті сочетаться етіп тұр, е. Қалай ұнап жатыр ма? Хотя келіп қойған бұл сен бұл жерге уже. Но все-таки табиғатына көзім қоймайды да, қайта-қайта көре беріп келеді. Шынымен бұндай табиғат ешқандай жерде жоқ қой мысалға. Шынымен де көзің қарасаң қоймайтын жер. Тайландта айттым ғой, екі рет болдым, Паттайяда болдым, енді осы жолы Пхукетқа келіп жатырмын. Өте қатты ұнап жатыр маған. Пхукеттің табиғаты да керемет екен, шынымды айтайын. Мына жерде Аватар киносы түсірілген осы островтарда. Аватар, Джеймс Бондта пляж атты, Ди Каприоның сондай кинолар түсірілген осы островта. Біз тағы бір жерге келіп тоқтадық, осы жерде лодкамен біраз 25 минуттай жүземіз. Мына дәунен астындағы үңгірге келіп. Төбесінен қарасаң, жүрек. Осындай пещераның ортасындамыз. Барлық туристер болып қарап тұрмыз. Ал оқырмандар, дәл қазір біз қай островқа келді десеңіздер, әрине Джеймс Бондқа келдік. Қараңыздар. Міне осы тұрған остров Джеймс Бонд деп аталады. Турист өте аз, осының өзі күшті болып тұр. Мен каждый раз келген сайын адам өте көп фотоға түсу невозможно болатын, дұрыс. Қазір турист саны аз болып, повезло болып тұр негізі. Қараңыздар.